Ал енді кезекті денсаулыққа берейік. Денсаулық қалай болып жатыр? Қазір Аллаға шүкір, жақсы. Бұрынғы қараған кезде, 2 жыл бұрынғы қараған кезде. Жаттығу қалай болып жатыр? Әлі жүгірген жоқпын тауға. Біраз болып қалды. Басқаша бір өзінің әдістері бар ма? Енді айта кететін болсақ, спортшы, әркім әрқалай спортшы. Енді бізде бар Жалғаш Жұмағұлов ағамыз. Сағың сынған кездерде спорттан кетіп қалсам деген ойлар мазалған жоқ па? Арман дейді, бауырым, сен қазақ елінде ұтылуға сен хақың бар деп айтқан маған осылай. Тура осылай айтқан, хақың бар қазақ бауырларыңа деп. Бірақ шетелге ұтылып, сен барып ұтылуға хақың жоқ деп айтқан. Жалпы адам өмір сүру үшін тамақ жей ма, жоқ, тамақ ішу үшін өмір сүре ма? Тамақ жеу үшін де бәрмен жеу. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қымбатты көрермен. Жалпы спорттың адам өмірінде алатын орны ерекше екенін сіз де, біз де жақсы білеміз. Бүгінгі біздің студиямызда жалғыз мен ғана емес, ел мақтап, ел қолпаштап жүрген қазақтың батырларының бірегейі, біздің жақсы көретін бауырымыз, еліміздің чемпионы, ММА жекпе-жегінің нағыз тарланы бүгін күні таныс болыңыздар. Менің бірге студиямыздың төрінде Арман Әшімовтай бауырымыз бүгін бізде қонақта. Арманжан, қош келдің. Малжан аман ғой, ел жұрт жақсы ғой. Аман бәрі. Ал енді кезекті денсаулыққа берейік. Денсаулық қалай болып жатыр? Денсаулық демекші, денсаулық қазір Аллаға шүкір, жақсы. Бұрынғы қараған кезде, 2 жыл бұрынғы қараған кезде. 2 жыл бұрын қолым сынған болатын, оң жақ қолым. Қазіргі таңда ондай ешқандай ауыр сырқат, ешқандай ештеңке жоқ. Денсаулығымыз жақсы, шүкір. Ал енді өзіңді алаш жұрты көк байрақты желбіреткен біздің тамаша намысқой жауынгер сарбаздарымыздың бірі және бірегейі деп таниды. Өйткені сенің Алланың нәсіп еткен өмірі бұл спортпен байланысты болды. Ал енді спортсменге, спортпен айналысып жүрген, тіпті чемпионға күн сайын бұдан қол үзбеу керек. Ал біздің арманымыз жаттығуды қалай жасап жүр? Тау тас кезіп кетті ме? Жоқ әлде сарыарқаның төріне, сайын далаға кетіп жүгіріп жүрме? Қазіргі жағдай жайында айтайықшы. Жаттығу қалай болып жатыр? Мен жалпы үй жақта жасап тұрам, жаттығуды. Енді үйде айтады ғой, общий физическая подготовка дейді ғой. Сол физикамызбен кішкене турникке тартылып, приседание отжимание жасап жүрміз жалпы. Енді қазіргі таңда тауға жүгіру деген әлі жүгірген жоқпын тауға. Біраз болып қалды. Ал енді осындай пандемия кезінде, осындай карантин кезінде спортшы жаттығуды қалай жасау керек? Өйткені арнайы елмен бірге жаттығу залдарына баруға қазір тосқауыл болып жатыр. Енді қазіргі таңда айтатын болсақ, енді пандемияға қарсы деп көбісі айтады. Пандемия ол жатқан адамды ауырта береді. Жатқан адам ауыра береді. Былтырлары біз де ауырдық. Аяқ қолымыз сырқырап, қақсап, сүйегі сынғандай болып. Дәм иіс сезбедік, бірақ ауыр қалдым деп жатқан емеспіз біз. Біз тек қана көше кезіп, тау кезіп, сол жүре бердік та. Ол адам өзінің организмі, өзінің иммунитеті олмен күреседі. Жатқан адамдық енді айтамайым, күреседі деп. Қан айлану керек қой. Қан айланғаннан кейін ол өте жақсы көмекті. Сосын ондай құрдан көр кипяток бар ғой, кипятокты іше беру керек. Менде қайнаған су. Иә, қайнаған су. Соны ішіп, менде әлсіздік болды, бірақ мен жатқан жоқпын. Мен ауылға барып, кішігірім әкем мылтығы бар, өз мылтығым бар. Сонымен алып кішкене ары-бері жүріп, бутылка атып, сөйтіп тауға шығып, жаяу серуендеп көп жүрдік. Аллаға шүкір. Арман, жаңа айтып қалдың, адамның ағзасы, иммунитеті деп. Жалпы спорт әлемінде жүрген адамға тамақтану ас мәзірі, соның ішінде ас мәзірінің ішінде біз айтып жатамыз ғой ғылыми тілмен, рациондар деп. Қандай рациондар болу керек? Қандай ағзаға қандай дәрумендерді тамақ арқылы ала беру керек? Спортшы тамақты көп ішу керек пе? Не болмаса тамақтан кішкене тыйылып барып, басқаша бір өзінің әдістері бар ма?
Енді айта кететін болсақ, спортшы, әркім әрқалай спортшы. Мен мысалға, менің организм бүткіл тамақты қабылдай береді. Мен өзімнің ас қорыту жүйесі дейді ғой, тамақ талғамайды. Бәрін жей беремін. Өйткені мен ондай көп салмақ та қылмаймын. Енді бізде бар Жалға Жұмағұлов ағамыз. Ол кісі 15-тей қуады, салмақшы 15 килограммда қуады. Сол себептен ол кішкене тамақ талғап жейді. Анан болады, нан болмайды дегендей ше. Және де ол постоянно витамин ішіп жүреді, салмақ ұстап жүретін солай ше, организмдерін. Тамақ талғамайым дейсің. Әрине, денсаулықтың ол тағы да мықтылығының бір кепілі шығар. Бірақ та тамақты талғамай ішкен кезде салмақ қосып аламын деп қорықпайсың ба? Сол салмақ қосамай жүрмін ғой. Керісінше саған салмақ қосу керек. Иә, маған салмақ қосамай жүрмін ғой. 60-62 болады қазір салмағым. Мен ойлағанмын бір 65-ке апарып ұстап тұрамын ба деп ше. Өйткені негізгі адамның организмі, спортсменнің организмі 7 килограмм қуғанға дейін истощение бермейді. Иә. Бір 8 килограмм олар қойсам, бір жүгіріп келген кезде ол 1 килограмм, 1,5-2 килограмм түсіп кетеді ол. Последний вестер уже қиын болады. Ал енді жалпы әр спортшының осы ас мәзіріне келген кезде ұстанатын өздерінің бір қағидалары болады. Біреу айтады, бізге мынандай дүние болмайды дейді, бізге мынандай дүние болмайды дейді. Біреу айтады, тіпті газдалған дүниені, ондай өнімдерді жанымызға жолатпаймыз дейді. Бірақ та айтып алады да осындай көпшіліктің алдында. Өмірде, той-томалақта, жиын тойда қарасаңыз, жаңа газдалған сусынды ішіп жатады, не болмаса басқа да шылымда шегіп жатады. Бұны қалай түсінуге болады? Енді адам болғаннан кейін, адам енді нәпсісі бар ғой. Нәпсімен күресу қиын да. Мен мысалға шемішке шақсам, мен шаршап қалам. Жаттығу жасаған кезде. Қара шемішке андай шағатын болсам, шаршап қалам мен. Сол себептен мен мүлдем шақпауға тырысам. Бірақ демалған кезде аз-маз шағып қоям. Болды. Өйткені саған ұнайды, дәмі. Дәмі ұнаған кезде енді көпшілік шағып отқаннан кейін кішкене. Yani айтып тұрмын ғой, нәпсі деп ше, ең бірінші нәпсі ғой. Кішкене шағамда сосын өз-өзін тоқтата қоямын. Негізі мен көбінесе шағатыным асқабақтың шемішкесі. Оны көп. Ол әрине асқабақтың дәндерінің барлығы адам ағзасына өзінің беретін өте тамаша пайдасы зор екен, біз бәріміз жақсы білеміз. Армаш, жаңа айтып қалдың, мен ауырып жатқанда да құр езіліп жатқан жоқпын. Қайнаған су іштім, тау-тасқа шықтым, таза ауаны жұттым, әйтеуір спорттан қол үзген жоқпын деп. Жалпы бала арманның алдына қойған мақсат қандай еді? Сен спортшы болам деп бала шағыңнан бастап осыған әуестендің бе? Осы мақсат қып? Енді бала кезімде мен 3 жасымда білем мен 5 қатын алам дегенін ше. Ой, бәрекелді. Ол кезде шариғатты білмейді екенбіз. Негіз 4-еу екенмін. Жарайды, біреуін алмай қойық деді мен. Алла берсе енді. Бала кездегі арманым сол болатын. Өте бала шағым көп болады. Мен айтатын, мынандай сумкаға балаларым пұчық деп салып, әке мен анам апарып берем деп ше. Ай, бәрекелді. Иә. Қазіргі алға қойған мақсатым, енді арманым бір семьяның өте бір мықты отағасы болу, балаларыма жақсы тәрбие беру. Енді келе жатқан ұрпаққа да кішкене өзімнің үлесімді қосқым келеді. Және қазақ елінің көк байрағын әлемнің анау бір төріне апарып тігіп сап, қазақтың кім екенін көрсеткім келеді. Бәрекелді. Алла ниетіңді, тілегіңді қабыл етсін. Әмин. Жалпы көп спортшылар айтады, осы біз етке жақын қалыппыз ғой. Жылқының етін жеген кезде ода ешқандай салмақта қоспайсың, ол денсаулыққа да қатты зиян емес. Тіпті қазір медицина саласының өзі бұрындары ауырып қалсаң, ауруханаға түсіп қалған танысыңды, туысыңды қалын сұрап бару үшін біз тауықтың сорпасын алып баратынбыз. Қазір керісінше жылқының етін алып келіңдер, жылқының сорпасын алып келіңдер деген деректерді біз көп естиміз. Жалпы жылқының етін саған ұнай ма? Жылқының еті қазақтардың ешқай бәрін ұнайды сақлозы, ұнамайды деген адам естімеймін. Ондай адам болу мүмкін емес. Енді вегетарианистер болмаса, шөп-шалаң жейтіндер болмаса, енді бұлай мен бір қазақ естімеппін. Енді менің біз өзіміз бір отбасымыз, үлкен отбасымыз. Біздің отбасыда бір 500 мыңдай адам бар. Оның бәрі етті жақсы көреді. Бір жылқыны қойса, бір жылқыны бір күнде бітіретін жағдайлар бар.
Ал енді жылқы ердің қанаты деп жатамыз. Біз соңғы кезде мына заманауи тұрғыда, ой, бұл тұлпар деген қазір заманауи тұрғыда алған кезде бұл темір тұлпарға ауысты, жылқыны қазір ешкім ұстамайды дейді. Ел жаққа барған кезде өздерің жылқы ұстайсыңдар ма? Енді мен нағашы ағамда жылқылары бар, кішігірім мен 3-4 талмен ма сондай жылқылары бар. Барған кезде мініп тұрам мен. Осы қалада да алдында біраз передачалар болды жылқымен. Сол жерде жылқы, өзім жақсы көрем жылқыны мінгенді. Өйткені адамның еңсесі түсіп кетіп бара жатқан кезде, жылқыға отырған кезде адам. Енді жылқының өзі де біраз ауруларға, простата, мысалға бел, грыжа бәріне көмектеседі ғой. Сол себептен енді ердің қанаты ғой, шын мәнінде де. Енді бұл темір тұлпар, енді қазіргі таңда 21 ғасыр дамып кеткен мемлекеттердің арасында енді көшеде жылқымен кетіп бара жатқан кішкене бір сұмдық көрінеді. Елдер жынды ма деп айтатын шығар енді. Бірақ ол өзінің денсаулығына ойлаған адам тауға да шығып тұруға болады жылқымен. Енді қазір бұйыртса, Шымкенттен бір ағамыз сондай бір жақсы бір породадан сыйлыққа беріп еді. Сол қазір өзіміз үйге алып келіпсің енді. Оны кім баптайды? Өзім. Өзің баптайсың? Иә. Енді кішкентай кезде ауылда жылқымен өскен баламыз ғой біз. Біз қаладан туласап, қалада көзіміз ашқан бала емеспіз. Әр демалыс, осындай жаздық демалыста нағашы ағам ауылына барып, сол жақта жылқы мініп, сөйтіп ойнаған баламыз ғой, асық ойнап. Армаш, жаңа бір сөзіңді айтып қалдың. Спортшылардың кейбіреуі арнайы бір дәрумендерге сүйенеді. Соларға ниет білдіріп жатады деп. Өзің спорт әлемінде жүріп, спортшы ретінде қандай дәрумендер қабылдайсың? Жаңа витаминдер деп жатамыз ғой, адам ағзасына. Айта кететін болса, осыдан жақын арада маған мындай бір қазақтың өзіміздің отандық, енді өзі бұл саудадан шыққанда да көп болмады осы. Өзіміздің саумал. Отандық өнім? Отандық өнім және халал. Халал? Иә. КМДБ-ның өзінің печати бар, чекесіне өтіп бергенше дәптер қойылған. Иә. Арман, маған қызығы, шынымен де сенің түскен жарнамаңда жалғыз біз ғана емес, Алаш жұртының барлығы қазір көріп жатыр ғой. Ой, біздің Армаш ойбай-ау жарнамаға кетіп қалыпты. Не болмаса, енді халық көп болғаннан кейін сол көпшіліктің сан түрлі өздерінің ой пікірлері болады. Неге сен осы отандық өнім деп, неге осы саумалды жарнамалауға бел болдың? Әйтпесе шынымен де біздің отандық өнімді өндірушілерге өзінің кішкентай ғана беріп жатқан қолғабысың ба? Не болмаса осыған қарап отырып өзіңнің намысың оянды ма? Не болмаса бұны шынымен де ішіп көріп, одан кейін осыдан шыққан нәтижеге риза болдың ба? Жоқ, әлде бұл коммерциялық тұрғыдағы болған дүние ме? Жоқ, мен ең басында келген кезде, шын айтатын болса, ең басында келген кезде саумал деп айтты маған, капсуладағы. Мен ойладым, ол қандай саумал деп. Маған қызық болды. Сосын маған осындай алды да 3 упаковкасын берді. 3 упаковкасын берді, өзіңіз қолданыңыз деп. Айтты, бірақ Иранның мынандай капсулада тоқшекке барып жарылатын, асқазанда емес, тоқшекке барып жарылатын, сол жақтан витамин тарайтын деп. Мен қызық болды, тоқшек былайынан бірінші капсуланы ішіп қойсаң дәмін сезбейсің ғой. Үйге бардым, ана капсуласын аштым, аузыма сеуіп көріп едім, кәдімгідей. Андай орысша айтқан кезде приятный дейді ғой. Жақсы бір дәм да, саумалдың дәмі ғой. Содан кейін көрдім, әкемен анама да апарып бердім, әжеме де сыйладым, осындай саумалды. Кәдімгідей бұл негізі ата бабамыз кезінде ауыл аймақта тұрды, жылқы бақты, бие ұстады дегендей. Ол кезде енді бұндай технология болмады, бірақ ол кезде саулап сол жерден ішкен болатын. Қазір көбісі қалада ешкім квартирасында бие байлай алмайды ғой. Және де бір қалаға 1 сағат 15-20 минуттық жерге барып күнде саумал ішкелуге уақыттары болмайды. Жұмыстан келіп шаршап жатады. Сол кезде біздің таза саумал ғой. Шынымен де қымбат телекөрермен, Арман бауырымыздың айтып жатқан сөзінде үлкен жан бар. Біз сіздерге насихаттап жатқан бұл бірінші отандық өнім. Екіншіден, сублимацияланған түрде жасалынған, капсулаға салынған құрғақ бие сүті, саумал.
Ал енді қазір ғылыми түрде дәлелдейтін болсақ, капсулаға салынған өнімнің барлығы ауыз қуыс арқылы асқазанға барып, асқазанда жарылмайды, одан адамның тоғыз ішегіне барып, капсула жарылып, сол өзінің құндылықтарын, өзінің тамаша қасиеттерінің барлығын қанға біздің тоғыз ішегіміз арқылы берілетін қазіргі үлкен мамандардың айтылуы бойынша біз естіп біліп жатырмыз. Егер де шынымен де қарап отырсаңыздар, егер мен бұны жеке дара жардама жасайтын болсам, мүмкін бұл сенуге де тұрарлықтай дүние болмас па еді. Ал енді бүгінгі күні біздің еліміз мақтап жатқан осындай тамаша дәрумен бүгінгі күні қазақтың біртуар Алаштың мықты арлан азаматы Армандай бауырымыздың өзі көзім жетті, сондықтан отандық өнімді, яғни кішкентай ғана болсын қолғабысымды беруге ниет қылдым деп жатуының өзін басты себебі осы деп білесіздер. Бір әдемі сұрақ бар екенді, жалпы адам өмір сүру үшін тамақ жей ма, жоқ, тамақ ішу үшін өмір сүре ма? Тамақ жеу үшін деп әңгіме. Иә, өмір сүру үшін тамақ жейді. Өмір сүру үшін тамақ жейді. Иә, адам. Енді тамақ үшін кім өмір сүреді? Тамақ үшін ол хайуандар өмір сүреді. Мықты спортшы болу үшін тамаша бір үш қасиетті атап бере аласың ба? Қалай айтсам болады, спортшылар көп, бірақ чемпиондар аз ғой. Екіншіден, жатпай тұрмай, жаттығуға бару, ниеті. Адам ниетіне қарай Алла береді ғой. Үшіншіден, адамның қайсарлығы. Мен де кезінде отылып, мен де таяқ жеген болатынмын. Адамның сынбас, айтады ғой, қазақта айтады ғой, арландай мінезің болсын деп, арландай. Біз андай Сабыржан Махметов ағамыз айтады ғой, қасқырдың дейді, тірідей терісін сыпырсаң да қыңсыламайды деп. Қазақ сол сияқты болу керек деген. Қазақ пен қасқырдың мінезі бірдей ғой, бірақ қазақ қасқырдан ет жеуден озып кетеді. Оны точно білемін. Армаш, жалпы спорт әлемінде сағың сынған кездерде спорттан кетіп қалсам деген ойлар мазалаған жоқ па? Ондай спорттан жалпы сағым сынды деп айта алмаймын. Бірақ осы күнге дейін менің анамның жалпы спортты қойым сұрап келе жатыр. Мен айтам, әлі жасым ғой мен. Мен қазір бітіріп не істеймін мен? Мен өзім осы жұмысты өзімнің көңілімнен шығатын, өзім ләззат алатын жұмысым осы деп төбелескен маған. Енді әркімнің өз мамандығы бар. Басында мен 2017 жылға дейін бұны хобби ретінде қабылдап келген болатын. Сосын M1 Global енді организациясына, MMA организациясына контракт алғаннан кейін анама барып күліп айтам ғой мен. Енді мен 2 жыл жұмыс істемейтін болдым ғой дейсіз. Маған қарап күледі. Оның алдында біраз жылдар болып айтқан ғой маған. Мен негізі мамандығым заңгер, заң факультетін бітіргем. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің. Сол жерде бітірген болатын. Содан кейін анам қайта-қайта айтып, Алланың қалауымен мен осылайынан спорт әлеміне түстім. Енді басында хобби болып қолға келдім, енді профессионалдық тұрғыдағы, кәсіпқой тұрғыдағы спортқа өткеннен кейін енді бұл жерде жаттығу керек, ойлау қабілетің басқалай болады. Бұрынғыдай жеңілдік ойламайсың да, барасың Қазақстанға. Жарайды төбелесем, отсам ұтыламын дегенде ондай ой болмайды. Өзіміздің Мұстафа Өзтүрік жекпе-жек орталығының президенті Мейірбеков Қайыр Сейсебекұлы ағамыз айтқан болатын. Арман дейді, бауырым, сен қазақ елінде ұтылуға сен хақың бар деп айтқан маған осылай. Тура осылай айтқан, хақың бар қазақ бауырларыңа деп. Бірақ шетелге ұтылып, сен барып ұтылуға хақың жоқ деп айтқан. Қарап тұрсақ, кішкентай ғана сөз мысалға, бірақ терең мағыналы да. Ұтылсаң, қазаққа ұтылсаң, бауырыңа ұтыласың дейді. Шетелге барып ұтылуға хақың жоқ дейді. Өйткені кезіндегі ата-бабаларымыздың бәрі мықты батырлар болған, батырдан бөлек әулие болған. Ол кісілер қари болған. Оларды ең бірінші Аллахты құрады ғой, Алла сақтайды. Сол сияқты айтады да, болмасаң да ұқсап бақ деген бар ғой. Армаш, сөзің бөлейін, жаңа айтып қалдың. Қайыр бауырымыз бұл Алаштың бір арда азаматтарының бір және бірегейі ғой. Дегенмен жаңа біздің орталықтың аты Мұстафа Өзтүрік деп қалдың. Ал енді сен жекпе-жекке шыққан кезде
сенің бізде мысалы өнер адамдарында сахналық есім дейміз, сахналық лақап ат. Ал енді сенің спорттағы лақап атың сен Мұстафа Өзтүрік деп шығасың. Неге? Сенің азанды шақырып қойған атың арман емес пе? Осы лақап атты өзіміздің сол Қайыр ағамыз Алладан дұға жасап сұрап берген. Енді Мұстафа батырымыздың аты сол анау 95 жылы өшіп кетпесін деді. Мұстафаны әлем танысын деді. Енді он менсіз де Мұстафа Өзтүрік батырымызды бүткіл әлем таниды. Енді мысалға ол жылдан жыл өтіп бара жатқаннан кейін қазір енді айтады ғой, орыстарда поколение дейді ғой. Заман ауысқан сайын әр нәрсені ақырын көміліп кете береді. Сол себептен ағамыз сол маған дұға жасап сұрап берген лақап атым Мұстафа Өзтүрік деген. Ең бірінші Майданға шыққан кезде Иван деген переводчик бар. Сол жерде пиар директор сондай. Сол жігіт айтады ғой, я-то думал, кто он такой деп айтады да маған ше. Сен бірінші бойыңнан кейін дейді да, енді бірінші бойда мен әдемі нокаутпен жеңіске жеттім. Содан кейін вообще мен ол жаққа ешкім ойламады. Орыстар отады деп ойламаған ғой, бізге андай екі осындай футболка беру керек болады, Емайдин деген. Оның өзінде бермеген ғой, бізде келеді Дагестаннан отылады, қайтады деп ше. Чай пайына теңгесін алады да қайтады деп ойлаған. Біз құлатқаннан кейін артынан Роман деген жүгіріп келіп, Иван деген жүгіріп келіп айтып жатыр. Я не думал, что ты выиграешь деп айтты. Тура осылай айтты маған. У него же рекорд 6-0 дейді, без проигрыша идет дейді. Шынымен де жаңағы Мұстафа Өзтүрік деген лақап есім жалпы біз ырымшыл халықпыз ғой, қазақ халқы ырымшыл халықпыз. Ол ырымның өзі тек қана жақсылыққа ғана бастайтын ниеттен туатын. Ал енді қазақтың Мұстафа Өзтүрігінің қазіргі бала шағасы, бауырлары сонау Германия, Түркияда тұрып жатқан өзіңде білесің. Сен осындай лақап атпен шыққан кезде ол кісілердің ешқандай реніш не болмаса, бір қолдау, алғыс, қуану деген дүние болды ма? Мен Мұстафа Өзтүріктің Инстаграм парақшасында Неслинаш деген қызы бар. Ол кісімен біз бірімізге лайк басып тұрамыз, ол мені құттықтап тұрады, мен ол кісіні құттықтап тұрамын, сол енді күнделікті болмаса да, бірақ араласып тұрамыз. Бағанағы сөзімізді сәл-пәл бөліп жібердіңіз. Сол Иван деген жігіт айтқан болатын, кто он такой деп ойладым дейді да. Оказывается, он ваш казахский батыр деп. Осылай айтып тұрды, мойындап ше. Я не думал, что у вас такой человек есть деп ше. Енді жас жігіт қой, енді ол білмейді да. Соны қайтып біз Мұстафа Өзтүріктің 95 жылы дәрежесін сақтап қалды. Енді соны көтере беруге, қолымнан келгенше, көтере беруге тырысамын енді қолымнан келгенше. Енді кезінде бабаларымыздың өзі жауға шапқан кезде, тіпті Райымбек бабамыздың өз атын өзі ұран қып шақырған сәттер бар ғой, мінекей тарихта бар. Сондықтан да мен де ойлаймын, осы сенің осы лақап атты алуың, біріншіден Раббымыздың өзі айтады ғой, сен мені сұра дейді. Не болмаса, ниет етпек пендеден, нәсіп етпек Аллахтан. Шынымен де Қайырдай бауырымыз Раббымызға алақан жайып, ниет қылып соны сұраған екен, осы атты саған нәсіп еткен екен. Біз шынымен де Алаш жұрты әрқашанда сенің шығар биігіңнің жоғары болуын, алар асуыңның көп болуын тілекші екендігімізді өзіңе жеткізім келеді. Ал алдағы қойған мақсат қандай? Жақын арада жекпе-жек, сайыс, шаршалаңға шығу деген жоспарлар бар ма? Әрине, алдында мен негізі 2020 жылда ақпан айынан бастап UFC-мен контрактым бар. Бірақ осы жылға дейін UFC-дің 3 бой үзілді бізде, 3 жекпе-жек үзілді. Пандемия бізді жабылып қалды, сол кезде бойға шақырды мені. Мен шығамай қалдым. Мен шықпаған адам қалмадым. Айтатын маған күлет, самолетпен шыға алмайма десем, Астанада бір ағамыз только пешком дейді ғой. Абу-Дабиға дейін пешком бар дейді. Сол қалжында қояды, сон болмайды деп. Енді сабыр сақтадық. Менеджерім айтқан болатын, қазір жекпе-жек UFC беріп жатқан жоқ, бірақ мүмкін басқа организацияда бір жекпе-жек өткіземіз дегенде ше. Өйткені 2 жылдай уақыт болды, жекпе-жек өткізбегенім, сол кішкене денеңді қыздар бол дейді. Айтамын, жарайды онда деп айтқан болатын. Бірақ біздің келісімшарт UFC-мен бар. Аяқ асты енді бәрі Алланың қалауы ғой. Аяқ асты ертең маған бір айдың ішінде де жекпе-жек беруі мүмкін UFC-ден. Жақсы ниетпен күтіп отырмыз ғой, қашан береді екен деп. Бәрекелді.
Олай болса, мен тағы да осы сәтті пайдаланып, жалпы әлеуметтік желіде Арманның жанашырларына, жанкүйерлеріне, бауырларына айтпағымыз, Арман жарнамаға кеткен жоқ. Тек қана менің білуімше, Арман өзінің азаматтығын танытып, отандық өнім қайткен күнде де отандық өнімнің алғы шепке шығуына кішкентай ғана болсын өзінің ниетін танытып, қолдаушы екендігін білдіргендіктен, осындай тамаша капсуладағы құрғақ бие сүтінен жасалынған дәруменді, яғни өз үшін де, өзге үшін де денсаулығымыздың мықты болу үшін жарнамалады деп ойлаймын. Әрине, сіздердің уайымдарыңыз бесенеден белгілі, формаңнан шығып қалма, не болмаса өз-өзіңе жақсы қара, жекпе-жектен қол үзіп қалма деген жақсы ниеттеріңізді біз міндетті түрде жеткіздік. Қымбатты көрермен, әрқашанда біздің қазақтың арнандары, қазақтың батырлары бір рет қана сөйлейді. Мен білетін мықты-мықты спортшылар екі сөйлемейді. Яғни, менің өнердегі марқұм ұстазым, қазақтың алғаш тұңғыш профессионал режиссері Асқар Тоқпановтай көкеміз айтушы еді. Жігіт болсаң от бол, от болмасаң жоқ бол дейтін. Сондықтан да Арман қазы сөз берді, болашақта жақсы-жақсы істердің басында көруімізді нәсіп етсін дегіміз келеді. Дегенмен де, Армаш, мен өнерде болсам, сен спорт әлемінде жүргеннен кейін, біздің жанымыз қашаннан да әйтеуір отан деп соғатыны сөзсіз. Сол отанның ішінде қарасаң, отандық өнім десе, тағы да бұл біздің елдің экономикасы. Не болмаса, ел жұрттың еңсесін көтеру деген ой жатады. Сондықтан біз шын ниетімізбен әрқашанда отандық өнімді қолдайтынымызды тағы да растағымыз келеді. Ал енді осы саумал жайында, өзінің ортаңда спортта жүрген бауырларымыз біле ме бүгінгі таңда? Қазір мен спорттағы жолдастарым мен инстаграмнан көріп біліп сұрап жатыр, бұл қалай? Дедім, іш көріңдер. Өз келген достарым ана бір капсуласын жұлып аламын, ауыз дейсің. Қағып түсірейік, күшті екен дәмі деп солай айтып жатады. Енді дәмі күшті болғаннан кейін пайдасы да бар оның. Әрине, ең бастысы Алла шипасын берсін дейміз. Осы дәрумен арқылы иммунитет көтерілсін дейміз. Қымбатты телекөрермен, шынымен де біз сөз қылып жатқан саумал өнімі, қазақша айтқанда, еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін күш қуат беретін мамандар толығымен дәлелдеп шықты. Бұның қорғалынған ғылыми жұмыстары бар. Бұның құжатнамасының барлығы електен өткен. Сол себепті саумал бұл қазақтың нағыз тамаша сусыны. Ал енді сол сусынды құрғақ түрінде ұсынып жатқан. Біз отандық өнімді әрқашанда қолдайтынымыз жеткізіміз келеді. Тағы да айтпағым, төменде көрсетілген телефонға хабарлассаңыздар, кеңес алу тегін. Арнайы мамандар сізге осы өнім жайында толық ақпарат береді. Және де үйіңізге дейін осы өнімнің аман сау жетуіне кепілдік беретін орталық. Хабарласыңыздар. Осымен бүгінгі хабарымыздың соңында қазақтың Армандай батырына, біздің бауырымызға, інімізге тек қана ақ жол тілейміз. Шығар шыңың биік бола берсін. Сен жүрген жерде қазақтың көк байрағы желбірей берсін. Болашақта біз әрқашанда қазақ елі сенің артыңда тұрған үлкен тілеушің екенін есіңде бек сақтайсың, оны жақсы білеміз. Дегенмен де Алла разы болсын, көп жеңістер көп болсын дегім келеді. Аман болайық. Айтқаныңыз келсін.